Армысыздар, Ербес телекомпаниясының эфирінде айтарым бар бағдарламасы студия тізгенде мен Бекбол Мырзахан. Бүгін хабарымызда біз мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту тақырыбын сөз етеміз. Осы төңіректегі сауалдарыңызға Павлодар облысы мәдениет және тілдер дамыту архиві басқармасының бас маманы Мәдениет Амангелдіұлы жауап беретін болады. Студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді алғашқы сұраққа тоқталсақ, жаңа ғана айтып жатырмыз. Павлодар облысы мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту мақсатында қандай іс-шаралар жүргізілуде? Сұрағыңызға рахмет. Қазіргі таңда басқарма тарапынан көптеген мәдени шаралар ұйымдастырылып келеді. Атап айтатын болсақ, тіл шебері конкурсы, түркі жазбалары, мәңгілік мұра атты конкурстары ұйымдастырылды. Сондай-ақ ұлттық ономастика ел айнасы атты бірнеше конкурстар өткен болатын. Сонымен қатар тіл рухани қазына атты семинарлар ұйымдастырылып отырады. Сондай-ақ бұл конкурстар алдағы уақытта да бірнеше конкурстар ұйымдастыру жоспарланып отыр. Бұл атап айтатын болсақ, мен қазақша сөйлеймін, мемлекеттік тіл тәуелсіздік символы, жүзден жүйрік, және де тағы да басқа көптеген шаралар алдағы уақытқа жоспарланып. Жалпы халық бұндай шараларға көптеп қатысып жатыр ма? Жалпы қызығушылығы бар ма? Иә, бұл конкурстарға қызығушылық өте жоғары. Енді бұл конкурстар облыстық деңгейде болғандықтан, бұған қала аудандарында біздің облыстағы әр ауданнан бір-бір қатысушы қатысады. Іріктелініп алынып, жаңағы бұған өз аудандық конкурстарында жеңіп шыққан жеңімпаздар осы облыстық кезеңге өтеді. Керемет. Жалпы көрнекі ақпараттың сауатты жазылуы мен орналастыруын реттейтін қандай да бір заң талаптар бар ма? Енді қазіргі уақытта көрнекі ақпарат сауаттылығы өте өзекті мәселелердің бірі. Өздеріңіз күнде көріп жүрсіздер. Бұл қаламызда жалпы тек қана қалада емес, аудан болсын, не болмаса басқа жерлерде біздің айналамыздың барлығы көрнекі ақпарат, және бұған заң талаптары осы көрнекі ақпаратты реттейтін заң талаптары бар. Солардың бірі, біз жұмысымызда басшылық қалатын басты заңдардың бірі тіл туралы заң. Тіл туралы заңның 21-ші бабы, бұл үлкен көлемді бап. Бұл бапта осы көрнекі ақпаратты орналастыру, оның реті барлығы нақты анық айтылған. Мысалы, атап айтатын болсақ, мысалы, көрнекі ақпаратта қазақ тілінде ақпарат орыс тілінен үстінде болу керек. Қатар келетін болса, қазақ тіліндегі нұсқасы сол жағында, орыс тіліндегі нұсқасы оң жағында орналастырылу керек. Сондай-ақ маңдайша дейміз ғой осы. Көптеген мекемелердің басында барған кезде ілініп тұратын қабырғасына. Осы маңдайшада бұл бапта айтылған. Бұл енді маңдайшаны атап айтатын болсақ, маңдайшаны қазіргі таңда өзінің бір орналастыру реті бар. Оны мысалы мекеме өзі орналастырмас бұрын бұл маңдайшаны жергілікті атқарушы органмен келісу керек. Жайлы салуға болмайды. Жайлы салуға болмайды. Ескизін жасап, бірінші жергілікті атқарушы органға жіберу керек. Жергілікті атқарушы орган деген ол кім? Ол жаңағы осы әкімшілік аумақтық бірліктегі жаңағы тілдер бөлімі. Ол қалада орналастыратын болса, қалалық тілдер бөліміне жібереді. Ауданда орналастыратын болса, я болмаса ауылда орналастыратын болса, кәсіпкер, оны сол ауданға жауапты тілдер бөліміне жіберіп, яғни ана маңдайшаны орналастырмас бұрын, болжамды 5 күн бұрын жіберу керек. Оны қабылдаған бөлім 4 жұмыс күні ішінде кәсіпкерге жауап беру керек. Яғни сіздің маңдайшаңыз я бұрыс, я дұрыс деген. Қателері болса, қателерін түзетіп деген. Ал егер де оған кәсіпкер сол атқарушы органнан жауап алмаған күнде өзі алғашқыда жоспарлаған нұсқада орналастыруға құқығы бар. Сондай-ақ тағы осы жаңа айтып өттім ғой, бұл бап көлемді бап. Бұнда сондай-ақ осы мемлекеттік органдардың және мемлекеттік емес ұйымдардың бланкілері, мөртабандары, сондай-ақ жаңағы
айтып өткендей маңдайшалар сөз болады. Мысалы мемлекеттік органдардың бланкілері, мөртабандары, осы ілетін маңдайшаларындағы мекеме атаулары міндетті түрде мемлекеттік тілде жазылады. Міндетті түрде мемлекеттік тілде және орыс тілінде жазылу керек. Ал мемлекеттік емес ұйымдарда міндетті түрде мемлекеттік тілде жазылу керек. Қажет болған жағдайда орыс тілінде жазылады деп анық көрсетілген. Керемет. Жалпы тіл туралы заң талаптарын бұзған кәсіпкерлерге қандай жаза қолданылады? Енді бұл жаңағы айтып өттік қой, 21-ші баптың талаптары жаңа айтып өттім. Осы көптеген кәсіпкерлер осы 21-ші баптағы көрсетілген талаптарды бұзып жатады. Енді осы бап талаптарды бұзған кәсіпкерлерге жаза көзделген. Бұрындары бұндай жаза қолдану көзделмеген болатын. Енді қазір бұл жаза Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 75-ші бабында көзделген әкімшілік шаралар қолданылады. Яғни айыппұл салынады ғой? Иә, бірінші жаңағы бұнда көрнекі ақпарат бойынша жаңағы айтылғандай талаптар бұзылса, мысалы орыс тілі нұсқасындағысын ол үстіне жазып, қазақ тілі нұсқасын астына, я болмаса орыс тілі нұсқасын сол жағына, қазақ тілі нұсқа оң жағына жазылған жағдайда, я болмаса тағы да басқа бір қателері болып жатқан жағдайда, бұған осы 75-ші баптың 3-ші және 4-ші бөлігінде көзделген шара қолданылады. Бірінші ол айыппұл ескерту беріледі. Екінші, бір жыл ішінде осы қайталанса, онда айыппұл салынады. Енді айыппұл көлемдері мұнда жаңағы әртүрлі, нысанға байланысты әртүрлі. Шағын кәсіпкерлік нысанға 5 және жеке тұлғаларға, және орта шағын кәсіпкерлік өкілдеріне ол 10 және ірі сауда кәсіпкерлеріне 25 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салыну көзделген. Керемет. Жалпы енді өзіңіз айтып отырсыз, заң талаптарды бұзған жағдайда ескерту және айыппұл салынады деп көзделген деп. Осындай шараларды қолдану бойынша өңірімізде жұмыс жүргізіліп жатыр ма? Иә, бұл өте орынды сұрағыңыз. Енді бұрын жаңа айтып өткендей, бұндай заң талаптары болса да, бұл жүзеге асқан жоқ, бұндай функция болған жоқ, жаңағы тіл бөлімдерінде. Енді осы функцияны әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 729 бабына 2-1 деген тармақшамен толықтырған болатын. Осы тармақшаға сәйкес мына әкімшілік аумақтағы мына әкімшілік құрылымдық бөлімшенің басшысы, я болмаса орынбасары осы функцияны жүзеге асыруға құқылы деп көрсетілген. Енді осы функцияны берілгеннен кейін, өзі берілгенде міне 25 жылы берілген болатын. Енді осы функцияны жүзеге асыру бойынша осы басқарма тарапынан және осы облысымыздағы аудан және қалалық тіл бөлімдердің тарапынан біршама жұмыстар жүргізген болатын. Бұнда ең алдымен енді бұл функцияны бергеннен кейін бірден біз іске асырған жоқпыз. Себебі бұған тиісті бір өзгерістер, өзіміздің мекеме ережесі деген бар, сол ережелерге тиісті өзгерістер енгізу керек болды. Сондай-ақ мына сол функцияны жүзеге асыратын тұлғаның лауазымдық нұсқамаларына да өзгерістер енгізу бойынша жұмыстар жүргізілді, қаулылар жасалды. Сондай-ақ бұл жаңағы айыппұл ескерту салу бұл электронды түрде жүзеге асырылады. Сондай қағаз жүзінде. Енді біз көбіне электронды түрде жүзеге асырамыз. Ол кәдімгідей мына гаилар бар ғой, май қызметкерлері айыппұл салады ғой. Бізде сол май қызметкерлері сияқты айыппұл саламыз. Бұл әкімшілік құқық бұзушылық істердің бірыңғай тізілімі, орысша айтқанда ЕРАП дейді. Сол ЕРАП жүйесінде біз электронды түрде хаттама толтырамыз. Міне соған хаттама толтыру үшін біз жауапты тұлғаларға қолжетімділік алдық, оларды тіркеуден өткіздік. Бұның бәрі енді біраз уақытты қажет етті, біраз жұмыстар жүргізу керек болатын. Енді қазіргі уақытта бізде барлығы облыс бойынша барлық аудандар, қалалар
толығымен дайын десе де болады. Барлығы өзгерістер енгізді, тиісті қолжетімділіктерді алды. Қазіргі уақытта бұл хаттама толтыру, айыппұл салу, ескерту салу деген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазіргі уақытта 200-ге жуық кәсіпкерге әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылған болады. Келбейді. Енді бұл енді көрнекі ақпаратқа қатысты қолданылатын жазалар. Ал енді ауызша ақпарат бойынша өзіңіз айтып өтсеңіз. Енді қазір әлеуметтік желі дамып жатыр. Иә, енді біз күнде көреміз, мына әлеуметтік желілерде ауызша ақпарат бойынша, біреулер шын мәнінде орыс тілін білмейтін адамдар болады. Орыс тілінде жаңағы айтылып жатқан, не болмаса беріліп жатқан ақпаратты түсінбей жататын адамдар болады. Енді сіз жаңағы айтып отқан осы ауызша ақпарат, не болмаса тағы да басқа жағдай бойынша, мына тілдік кемсітушілік дейді ғой, оны адам тілді түсінбесе, мысалы орыс тілін түсінбейді, орыс тілін шын мәнінде білмейді, бірақ бұған мысалы мемлекеттік мекемеге келіп жаңағы белгілі бір өтініш, я болмаса арыз нысанын толтырады. Сонда бұған мысалы тек қана орыс тілінде жауап берілсе, тек қана орыс тілінде жаңағы құжаттар ұсынылса, бұл енді жаңағы тілдік кемсітушілік, тіл таңдау құқығын шектеу болып табылады. Енді бұл бізде осы 75-ші баптың 5-ші және 6-ші бөліктерінде айтылған. Яғни бұл жеке тұлғалардың тіл таңдау құқығын шектеу болып табылады. Бұндайда егерде тіл таңдау құқығы шектелген болса да, бұнда бірінші айыппұл салынады, бірден бұнда ескерту жоқ, айыппұл, және екінші рет тағы да тұлға осындай қателіктерге, заң бұзушылықтарға жол беріп жатса, айыппұл жоғарылайды. Айыппұл жоғарылайды. 10 айлық, 20 айлық. А енді айталық жеке тұлға белгілі бір мекемеге келді, қазақ тілінде өтініш бергісі келді, ал жүгінген азаматты қабылдаған мекеменің қызметкері мемлекет тілді білмегендіктен өтінішті қабылдай алмады, я болмаса жауапсыз қалдырды дейік. Мұндай жағдайда қызметкерге қатысты қандай да бір шаралар көзделген бе? Иә, бұндай қызметкерге де осы бапта жаңағы көзделген әкімшілік шара. Бұнда да осы баптың бұл бірінші және екінші бөлігінде сөз етіледі, яғни белгілі бір лауазымды тұлғаның тіл білмеуін уәж ете отырып, мына жүгінген адамның өтінішін қараудан бас тарту, оны қабылдаудан бас тарту әкімшілік жаза қолдануға әкеп соғады. Бұл бірінші жаңағы ескерту салуға, я болмаса 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Және бұл екінші рет қайталанса, бұл жаңағыдай әкімшілік жаза мөлшері артады, яғни 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Жалпы енді айтып жатырмыз ғой, енді осындай заң нормаларының талаптары, қолданылатын шаралардың бар екенін кәсіпкерлер енді құлағдар ма? Енді қазіргі таңда бұл осы функция берілгеннен кейін біз атамекен кәсіпкерлер палатасы бар, сол кісілермен бірігіп түсіндіру жұмыстары жүргізілген болатын. Сондай-ақ басқарма тарапынан, біз мамандар тарапынан кәсіпкерлермен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп келеміз. Қазірдің өзінде де түсіндіру жұмыстары әлі де жүргізіліп келеді. Ол ең алдымен біз мысалы жаңағы айтып өткен тіл рухани қазына атты көшпелі семинарлар ұйымдастырамыз. Осы облыс көлемінде қалалар, біздің облысымыздың қалаларына және аудандарға шығып, аудандық қалалық кәсіпкерлермен осы заң нормалары бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Осы шаралар туралы айтылады, сөз болады. Бұлардың барлық заң талаптарын түсіндіреміз. Бұл бір. Екіншіден, жуырда ғана мамыр айында бүкіл облыс кәсіпкерлеріне арнап біз үлкен семинар ұйымдастырған болатынбыз. Жаңағы көрнекі ақпарат сауаттылығы баршаға ортақ сатты семинар өткіздік. Осы семинарға біз барлық
облыс көлеміндегі қала және ауданның кәсіпкерлері қатысып осы заң нормалары туралы айтылды, түсіндірілген болатын. Сонымен қатар біз басқарма мамандары, біздің тілдер және ономастикалық жұмыс бөлімінің мамандары қала орталықтарындағы және аудандағы үлкен кәсіпкерлік нысандарына шығып түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Енді қала ішінде қалалық тілдер бөлімі бар. Осы біздің басқарма тарапынан кәсіпкерлік нысандарына әдістемелік көмек көрсету мақсатында шығып біз осы заң талаптарын түсіндіреміз. Яғни бұл жаңағы осы заң бұзушылықтарды алдын алу. Кәсіпкерлер осындай заң бұзушылықтарға жол бермес үшін біз осындай алдын ала шараларды ұйымдастырып отырамыз. Жалпы көрнекі ақпарат сауаттылығын жақсарту мақсатында басқарма тарапынан тағы қандай шаралар атқарылды? Бұл ең алдымен қазіргі уақытта мемлекеттік емес ұйымдармен, ірі сауда кәсіпорындарымен біз түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Сондай-ақ басқарма тарапынан қазір жарнама тіл тазалығының көрінісі атты облыстық конкурс ұйымдастырылып, сол конкурсқа қатысушылар осы облыс көлемінде, қала көлеміндегі анықталған қателіктер бойынша жинақтаған материалдарды бізге басқармаға жолдайды. Біз сол бойынша өз қорытындыларымызды шығарып, тиісті марапаттарын береміз. Керемет. Енді бізге студиямызға арнайы келіп, қойылған сұрақтарға жауап бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Әлбетте сіздердің атқарып жатқан жұмыстарыңыз алдағы уақытта да жемісін беріп, нәтижесін көреміз деген ойдамыз. Сіздерге тағы бір мәрте көптен көп рахмет. Қымбатты көрермендер, айтарым бар бағдарламасы осымен тәмам. Әр сейсенбі мен бейсенбі аралығында кешкі 19:40-та өзекті тақырыптарды бірге талқылайық. Айтарларыңыз бар болса, хабарласыңыздар. Нөміріміз 55 76 40. Амандықта жүздескенше.